Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан шығатын лимонды пирог рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Лимон цедрасын осылай теркадан өткізіп алып саламыз. Одан кейін суын сығып құйып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып аламыз. Одан кейін мен азырақ түс беру үшін куркума салдым. Куркума салу маңызды емес. Ұнымызды осылай біртіндеп салып, миксерлеп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осыны формамызға құйып аламыз. Формамызға құйып, 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суыды бізде. Мен сәндік үшін бетіне қант қопсытқышын сеуіп алдым. Рецепт ұнаса, жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Қазір арасын кесіп көрсетемін. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Арасы осылай жақсы пісіп, сап-сары болып, әдемі болып шықты.